әлгі қашып кеткен қашқынның ұрпағысыз ба? Кімсіз жалпы? Ұлы Абайдың 3-ші ұрпағы да Қытайға барып, сол жақта тұрып, кейін 62-ші жылы келген екен. Көрдіңіз ба? Біздің ауылдың қытайлардың өзі қазақша сөйлейтін. Әлемде қанша қазақ бар аға қазір? Былай қараса мынандай қалың кітап. Шағын рудың өзі мынандай қалың кітап. Бұл енді ашаршылық деген 5 миллион қазақты жер бетінен жойып жіберу деген сұмдық трагедия ғой енді. Басал, шашал десе басал деп Қасым-Жомарт Кемелұлы тапсырма берген жоқ. Осы қандасқа келген кезде нағып осы қандастар сыймай қалады деймін де, Алматыға қазақтарға прописка бермей қойды. Қандастардың табанына кірген шөңге біздің маңдайымызға кіретіндей сезінуіміз керек. Әттеген ай деген істе кездер болды ма? Бір әттеген айым бар. Аса құрметті Алаш жұрты. Эфирде Абай Серіктің YouTube каналы. Ассалаумағалейкум Алаш жұрты. Абай Серіктің YouTube каналына қош келдіңіздер. YouTube каналдың мәртебелі қандастар айдарының мәртебелі қонағы, қоғам қайраткері, ақын Ауыт Мұқибек мырза. Қош келдіңіз. Рахмет. Ауыт Мұқибек мырзамен біз әлеуметтік желіде таныспыз. Сіздің анау Фейсбукта жариялаған посттарыңызды, кітаптарыңызды оқып, ТикТоктағы жариялаған видеоларыңызды көріп жүрміз. Сіз белсенді түрде қандастардың мәселесімен, көшпен, ұлы көштің тірлігімен ұзақ жылдан бері айланысып келе жатсыз. Бүгінгі сізбен танысудың сәті түсіп, кездесудің сәті түсіп, бүгін осы студияға уақытыңызды, алтындай уақытыңызды қиып келгеніңізге үлкен рахмет. Алакөлден демалып қайттыңыз. Демалыс қалай өтті? Көңіл күйіңіз қалай? Демалыс өте жақсы өтті. Алакөл деген ол қазақтың бренді. 2010 жылы марқұм Тұманбайға ертіп барып еді. Міне содан бері 16 жыл болыпты. 16 жыл тынбай барып жатырмыз. Биыл да сол кезекті демалысымызды өткізіп, сол Алматыда өзіңізбен кездесіп отырмыз. Енді жалпы мына оқырмандарға түсінікті болу үшін Ауыт Мұқибек деген кім жалпы? Ол қайда туылған, не оқыған, не білімі бар, не бітірген адам, не істеп жүрген адам? Жалпы өзіңізді қысқаша таныстырсаңыз өз аузыңыздан. Мүмкін мен жеткізе алмай қалған шығармын жаңа. Ауыт Мұқибек осы ұлы көштің аясында тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев жолға қойған көші-қон саясатының аясында Қазақстанға келген сол көп қандастың біреуі. Арғы беттегі менің мамандығым педагог болатын, школ директоры болдым, 98 жылы келдім. Қазақстанға келгеннен кейін уақыттың, заманның талабымен ол кәсіпті қойып, екінші кәсіппен айланысып кеттік. Ол кәсіп өзіңіз көріп жатқан осы кәсіп емес еді, саясат қойды. Осы көші-қонның саясатымен айланысып кеттім. Әсіресе 2011 жылдан бері қарай өте белсенді айналысып келе жатырмын. Ал енді білім жағына келсек, арғы бетте сол педагогтық оқығам, институт бітіргем. Қазақстанға келгеннен кейін мынау Қарағандыдан 2 жыл сырттай заң оқыдым. Құқықтану бойынша. Оны көрдім Фейсбуктан. Негізгі білім сол қалған, білім сол өмірден алған. Енді келесі сұрақты төтесінен қояйын. Жалпы қандас деген кім? Оралман деген атау қайдан шықты? Сосын кейін осы қандастар, оралмандар туралы неше түрлі пікірлер айтылады. Кезінде қиын шақта елді тастап кетіп қалған, қашып кеткен, қашқын, сатқын деген сияқты неше түрлі, енді келіп апты деген сияқты неше түрлі пікірлер айтылады. Сіз қандассыз ба, оралмансыз ба, жоқ, әлгі қашып кеткен қашқынның ұрпағысыз ба? Кімсіз жалпы? Бұл бір қарағанда оңай сұрақ. Бір қарағанда кішкене шашыратып, кеңіртіңкіреп айтуға тура келеді. Әлемде қазақ бір қазақ. Бұны тұңғыш президент айтты, қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтты. Әлемде қазақ бір қазақ, оның бір ғана отаны бар, ол осы қасиетті Қазақстан деп. Мен сол пікірді туғып ұстап келе жатқан азаматпын. Ал енді қандас, оралман, немесе алыстан келген ағайын деген атаулармен атап жүр. Бұл енді біз осы саясаттан айланысқаннан кейін заңға жүгінуіміз керек. Заңның тілі бойынша мен нақты оқып берейін. Қандас бұрын Қазақстан Республикасының азаматтығында болмаған халықтың көші-қон мәселелері жөніндегі өкілетті орган белгілеген тәртіппен тиісті мәртебе алған этникалық қазақтар дейді. Заңдық қандас деген терминнің заңдық жаңағы не дейміз енді атау осы. Заңдық негіз осы. Ал енді осы халықтың көші-қон туралы заңынан да биік, конституцияның да алдында тұратын бір заң бар. Ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң. Бұл заңды ешкім ешқашан өзгерте алмайды. Декларациясы, Жоқ, декларациядан кейін қабылданған.
1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігін жариялады ғой. Соны 18 баптан тұратын заңмен бекіткен. Бұл Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң деп аталады. Осының 7 және 8 бабы сол шеттен келетін қандастарға арналған, арнайы. Бұған мүмкіндік болса қайттан айналып соғымызға тура келді. Жаңағы сіздің сұрағыңызға байланысты жерін ғана айтайын деп тұрмын. Сонда қандас, шеттегі қазақ деген кім? Бұл жаппай қуғын сүргін, күштеп ұжымдастыру кезеңінде адамгершілікке жат өзге де саяси шаралар нәтижесінде республика территориясынан кетуге мәжбүр болған адамдар мен олардың ұрпақтары деп келтіреді сол заңда. Түсіндіңіз ба? Бұл екінші жағы. Енді оған мен үшінші бір жағын қосам. Жаңағы империялардың қазақ жерін бөліске салған кезде шекараның сыртында қалып қалған ағайындар, өзінің байырғы отанында, байырғы өзінің ата бабасының олар ешқайда қашқан жоқ, қонысында отырған қазақтар да бар. Енді бұны қазақша жалпақ тілмен түсіндіретін болсақ, өзіміздің жай отырғандағы дастарханның сөзімен түсіндіретін болсақ, бұл қандас, оралман деген кім дейтін болсақ, кәдімгі осы мына Нарынқолдың албандары, Жаркенттің суандары, Шығыстың наймандары, мына жақтағы Шығыс Қазақстанның немесе Абай облысының Жетісудың наймандары жайғындай мәжбүрлі түрде ары қарай ауып кетіп, 50 жылдарда қайтып келіп, тәуелсіздік алғаннан кейін қайтып келіп жатқан солардың ұрпақтары. Мына жағын алып айтатын болсақ, жаңағы Маңғыстау менен Қызылорданың адайлары, қыпшақтары, немесе қоңыраттары осындай мәжбүрлі түрде елден босуға мәжбүр болған халық, соның ұрпақтары қайтып келіп жатыр. Осы қандастар. Енді алғашында бұл келіп жатқан ағайындарға бір статус, мәртебе беруге тура келген. Сондықтан көші-қонның алғашқы заңын жасаған, соған араласқан азаматтар, мысалы Алмас Ахметбекұлы, мынау Рақым Айыпұлы, Абай Мауқора, сосын кім деген жігіт бар, анау Қайрат Бодауқан деген. Солар ақылдаса келе сол Оралман деген атауға тоқтаған екен. Бірақ уақыт өте келе сол Оралман деген атау өте бір жеркенішті атау болып кетті. Бір 4-жүз сияқты бір деген сол Оралман десе бүйтіп селк ете түсетіндей жағдайға жетті. Енді сол маған да ұнамады, шынын айтқанда. Мен сол енді көші-қон саясаттың айналасында жүргеннен кейін заң жасайтын жерде жұмыс тобында болған кездерімде осыны өзгертуге барымды салдым. Өзгертіп осыны басқа бір атау қоюға. Бірақ сол қандас деген атау осы өздігінен кіріп кетті. Баспасөздің бәрі қандас деп жаза бастады. Президенттің өзі бір кезде айтты, Оралман бізде жоқ, Оралман бізде қандас бар деп. Қазір соған келатырмын. Сөйтіп жүргенде мен шынымды айтсам шамам келмеді. Мысалы бір кезекте мәжілістегі жұмыс тобында осыны қойып кәдімгі күн тәртіпке енгізген кезде министрліктен бір кісі келді дағы айтты, ол үшін 40-қа тарта құжат өзгереді, қиындау дегеннен кейін сылқ етіп жаңағы депутаттар оны ары қарай жалғастырмады. Сөйтіп жүрген кезде билік ауысты. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев келді дағы өзінің алғашқы берген сұхбатында айтты, маған қандас деген сөз ұнамайды, Оралман деген сөз ұнамайды, қандас деп өзгерту керек деді. Оны сайлауалды бағдарламасына да кіргізді. Сөйтіп келесі бір жаңағы сайлау заңына өзгеріс, көші-қон заңына өзгеріс енгізгенде осы қандас атауы жаңағы Оралман атауының орнына кірді. Сондықтан әзір енді мысалы қандас деген ол әдемі жарасып тұр. Қандас деген қаны бір, жаны бір деген жүрекке жылы тиетін дүние да. Енді тіпті мен өткенде бір материалды оқып қалдым. Ұлы Абайдың 3-ші ұрпағы да Қытайға барып, сол жақта тұрып, кейін 62-ші жылы келген екен. Көрдіңіз ба? Қабдеш ағалар 300 мың қазақты алып келді ғой, мысалға 58-62. Сосын кейін оның үстіне жаңағы сатты, қашты дейтіндей, ол кезде тәуелсіз Қазақстан болған жоқ қой. Нені сатты? Нені қойды? Мен айтам сол кезде. Сататындай Қазақстаның болған жоқ. Ол кезде сен тәуелсіз Қазақстанның. Сатқын деген адам дәл қазір осы тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіздігін алғаннан кейін қазақтың жерінің байлығын тонап қашып кеткен сияқтыларды айтуға болатын шығар. Сондай осы тәуелсіздіктен кейін ұрлап қашқандарды қашқын деп айтуға болатын шығар. Ол кезде ешкім қашқан жоқ та. Ол енді ашаршылық деген 5 миллион қазақты жер бетінен жойып жіберу деген сұмдық трагедия ғой. Енді оны қашты деген сөзге қарағанда ауып кетті деген сөз әлдеқайда жақсы. Жер ауып, мысалы Нарынқолдан немесе мынау неден Шығыс Қазақстаннан аса қалса, байырғы өзінің ата бабасының жерінде отырған қазақтарға барып қосылды. Әлемде қанша қазақ бар аға қазір? Осы бөлінетіндей көп өсіп кеттік па біз, үйтіп қандас, тағы Оралман, тағы бірдеңе деп өз қазақты бөлетіндей. Бұл осы қазақты бөлуге кім мүдделі, өзі бір қанша қазақ бармыз өзі әлемде? Әлемде Қазақстанда емес, жалпы шетелде 40-45 мемлекетте қазақ бар деп айтылып жүр.
мынау отандастар қоры құрылғанда солар бір меже есеп жасапты. Абзал Сапарбекұлы төраға болып тұрды. Оның алдында Нұртай Әбіқаев ағамыз соның негізін қалады. Сонда солардың айтуында 6-7 миллион қазақ бар деп айтылып жүр. Мен де сол санмен келісем. Себебі бір қызық, мынау Қытайда білесіз ғой, рулар өзінің шежірелерін шығара бастады ғой. Мен мысалы ең төменгі шежіре, ата руымыздың шежіресін шығарды, ішінде өзіміз бармыз. Бұлай қарасам, мынандай қалың кітап. Шағын рудың өзі мынандай қалың кітап. Кемінде 500-600 адам бар сияқты алғының ішінде. Одан да көп сияқты. Енді соны ары қарай бұтарлап үлкен руларға шейдететін болсаң, жаңағы есептейтін болсаң, бір Қытайдың өзінде менше бір 4-5 миллион қазақ бар сияқты сезіледі. Негізгі статистика бойынша 1 миллион 100 мың. Өзбекстанда да солай, Ресейде де солай. Азайтып көрсетуге мүдделі шығар мүмкін. Азайтып көрсетеді, ол енді белгілі жағдай. Соған қарағанда сол 5-6 миллион қазақтың бар екені, 6-7 миллион қазақтың бар екені ол сөзсіз. Жарайды, енді қандас деген халық келді, 1,5 миллиондан астам қандас көшіп келді. 30 жылдың ішінде демографиялық табиғи өсіммен ол 3 миллионнан асып кетті. Қазіргі уақытта 4-5 миллион шығар мүмкін енді бейресми деректер бойынша. 3 миллион екені ол таза енді. Бір есеге ғана өскенде. Өзі көп балалы болады ғой, қандастар 4-5 балалы болады. Сондықтан ол қандас қай жерге барсаң да әзір деген өзі аудан болып нағып кеткен. Енді жалпы мен сұрайын дегенім, қандастың Қазақстанға қандай пайда әкелді? Қандастар келді ғой енді. Сіз не пайда әкелдіңіз Қазақстанға? Не істедіңіз? Әркім әртүрлі айтады. Әркім өзінің деңгейіне байланысты, мамандығына байланысты айтады. Мысалы бір әншілерден сұрай қалсаңыз, ойбай өнер келді, өнер әкелді, шетелдегі қазақтың фольклоры да келді, әдебиетшілермен әңгімелесеңіз, мысалы әншілермен әңгімелесеңіз, қаншама халық әндерін алып келді, осылай айтып жатады. Кәсіпкерлермен әңгімелесе қалсаңыз, олар айтады, біз үлкен жаңағы саудан алып келдік, нарықты экономиканы қалыптастыруға біз есе қостық деп айтып жатады. Қойшыдан сұрасақ айтады, ол біз келдік та Қазақстанда тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ауылда адам қалмаған екен, мал бағатын адам жоқ екен, біз соның орнын басып қалдық деп айтады. Бұның ешқайсысында шетке қағуға келмейді. Сондықтан мен айтатын едім, қандастардың осы тәуелсіз Қазақстанға қосқан үлесі өте зор. Ол тек қана бір салада емес, барлық салада. Сондықтан оны бір ауыз сөзбен мынандай әкелді деп айта алмаймын. Бірақ бір нәрсені айтқым келеді мен. Бұны біз ескеруіміз керек. Мысалы мен осыдан бұрын да айттым. 98 жылы Алматыға келгенде қарасам, мына өзге диаспора өкілдері, өте осы отарлаушы елдің өкілдері, мына Қазақстанды бір тәуелсіз мемлекет ретінде сезінбейді екен. Өзінің байырғы мемлекет сияқты, Советтік Қазақстан сияқты сезіледі екен. Сосын біз келдік дағы шеттен келген, әсіресе Моңғолия мен Қытайдан келген қазақтар. Орысша білмейміз ғой, мысалы, басқа тіл білмейміз. Біз одан талап ете бастадық. Содан олар үдірейіп қарай бастады. Оларға одан бұрын ондай сөздер айтылмаған. Мен орысша білмеймін, мысалы, маған қазақша сөйлеңіз деген сияқты. Сөйте, сол диаспоралар, өзге ұлт өкілдері, мысалы, олар да келіп үшеде қалып қалғандар ғой енді кезіндегі. Сталиндік репрессиямен келген, отарлау саясатымен келген. Солар осы шеттегі қазақтар келгеннен бастап Қазақстанның мемлекет құраушы ұлты қазақ екен, мынау қазақтың қара шаңырағы, қазақтың мемлекет екенін сезе бастады. Өзінің диаспора екенін біле бастады. Мен осы жағынан айтқым келеді. Тәуелсіздік алған кезде қазақтың саны 40% екен. Кейін қандастар Турциядан бірінші тұңғыш президентіміз Турцияның қазақтарын алып келді. Сосын кейін Өзбекстаннан, Қытайдан қандастар келе бастады. Бұл өте жаңағы демографиялық өсім өзі ұлттық мемлекет құруға тікелей әсер етті. Солай ғой. 70%-дан асып кетті қой қазір. Енді мынандай сұрақ туындайды да, 130 ұлт өмір сүреді Қазақстанда. Құдайға шүкір, жарайды. Тату тәтті 130 ұлт береке бірлігімен өмір сүріп жатыр. Ол біздің Алла тағаланың бізге берген сыйы шығар, қазаққа берген сыны шығар, басқа шығар, бірақ өмір сүріп жатыр. Бірақ осы қандасқа келген кезде нағып осы қандастар сыймай қалады деймді. Мысалға, қазір жаңадан белгілеме шығыпты, белгіленген аймаққа ғана бар деген. Алматы облысынан С1 визасын беріп атқан, оны тоқтатып тастапты. Сосын кейін Алматы облысынан мүлде құжат қабылдамайды азаматтыққа қандастарға. Солтүстік аймақтарға барыңдар дегендей. Кезінде Алматыда жергілікті халық Совет одағы кезінде тұрып жатқан кезде Алматыға қазақтарға прописка бермей қойыпты. Дәл болсын. Тура соны қайталап тұрған жоқ па? Бұның ар жағында не тұр, бұны қалай түсінуге болады өзі?
Бұны қалай түсіресіз? Мен енді осы мәселемен айналысқалы 20 жылдай болып қалды. Осы көші-қон саясатының басына қара бұлт үйірілген бұл жаңағы Жаңаөзендегі 2011 жылғы оқиға. Сол кезде есіңізде болса, мынау Темір Құлыбаев деген мырза сол кезде жаңағы мұнайдың бастығы еді ғой, жаңағы мұнайдың, қазақ мұнайының. Сол тұрып, сол оқиғаға байланысты енді соған тақалып жатты ғой әңгіменің бәрі. Мұнайшылардың еңбекақысы берілмей қалған ба, сондай жағдайлар. Сонда сол телевизордан тұрып айтты. Бұл осы сол Жаңаөзен оқиғасын ұйымдастырған оралмандар деп тұрып, ашық айтты. Жаба салды бәлені. Бәлені жаба салды. Енді тұңғыш президентке сондай ақпарат бар. Ол кезде премьер-министр кім екенін білесіз, Кәрім Мәсімов деген. Мен бұны сізге анық айтып берейін қазір. Кейін ұқтық қой енді мән-жайды. Содан енді тұңғыш президентте бізге шеттен келген қазақтарға өкпелеген шығар енді. Мен өстендерді тәуелсіз Қазақстанға алып келсем, қиын-қыстау жағдайда осындай 20 мыңдап, 10 мыңдап квота беріп жатсам, үймен қамдап жатсам, жұмыспен беріп жатсам деп өкпелеген болса керек. Соны 2013 жылы желтоқсан айында апай-топай 2 айдың ішінде 5 жылдық, 4 жылдық азаматтық бермейтін қатаң заң қабылдап тастады. Бірақ тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлына рахмет. Біз хат жаздық тұңғыш президентке осы мәселе бойынша. Нағашыма хат деген өзіңіз білесіз. 5 ай 24 күнде бұны қалпына келтірді. Сол хатты оқытты Махмұд Қасымбеков. Содан кейін дүниежүзі қазақтарының 17 жылы 5-ші құрылтай ашылғанда тұңғыш президент келіп сөйледі ғой. Иә. Елдің табанына кірген шөңге дейді. Қандастардың табанына кірген шөңге біздің маңдайымызға кіретіндей сезінуіміз керек деді. Тұңғыш президент айтты құрылтайда. Көрдіңіз ба? Ол кісі де өзінің ана екеуінің жетегінде кетіп қалғанын, өзіне дұрыс ақпарат бармағанын сезінді. Енді кейін осыны айта кетейінші, тарих үшін сіздің мына бірінші рет алып жатқан сұхбатыңыз ғой. Сонда жаңағы жұмыс тобына мен кіріп, сол 15 жылы көші-қон заңын қайта қарадық, жаңағы қалпына келтіру туралы 5 ай 24 күнде Нұрсұлтан Әбішұлы жарлық шығарды ғой, сол жарлықтың негізінде. Сон мені әзір көзі тірі, Құдайға шүкір, біз өте сыйлаймыз. Жұмыс тобының жетекшісі Гүлнар Сейтмағамбетова деген әпкеміз болды. Шақырып алып маған айтты. Біз соны қарсы болдық дейді. Соны қос палата сол заңды қарайтын кезде екі дәу жігіт келді дейді, сіз сияқты жігіттер болса керек, денелі дейді кәдімгі. Жоғары жақтан келіп, бізге Кәрім Мәсімовтың хатын көрсетті дейді. Соныса кімге сағыласың деп қойғызып алған жағы. Тұңғыш президентке, Назарбаевқа. Соның көшірмесін бермейді, сосын қолдайсыңдар деп кәдімгі қысым түсірген. Тура осы сөзді сол кездегі депутат, қазір қоғам қайраткері, мемлекеттік деңгейдегі қоғам қайраткері, жазушы Алдан Смайылов ағамызды мен шақырып алып, Мұқибек, сен бәрімізді сынап жатсың, мен саған осыны айтып қояйыншы деп айтып қойды. Жаңағы сөзді айтты. Осындай қысыммен қабылдатқан екен. Оны кейін мен басқа кісілерден де естідім, сол кісінің сондай жағдайды. Демек, осы көштің басына қара бұлт үйірген ол Кәрім Мәсімов пен Темір Құлыбаев. Оны біз ашық айтуымыз керек. Бұны білу керек. Ел білу керек. Бірақ тұңғыш президентке рахмет. Соның сондай қателік демей қойын, кемшіліктің кеткенін біліп, қайттан қалпына келтірген болатын. Президентке дұрыс ақпарат жетпеген. Жаңағыдай жамандап, бәле жауып, осылай болған. Енді сіз айтқандай сол жағдай қазір әйні қатесіз тағы қайталап жатыр. Сіз білесіз, мысалы, президент ауысып, Қасым-Жомарт Кемелұлы президент болып келді, келе салып, Айқын газетіне, Егемен Қазақстан газетіне сұхбат берді. Сол кезде айтты, біз шетелде қазақтарды көші-қон саясатын ешқашан қаперден түсірмейміз. Қандастарды ата жұртына оралту біздің қасиетті парызымыз деді. 7-8 ба 11 рет мен әрбір осы қандастар туралы жазған сөзін қиып алып, файлға сақтап жүрем. Сонда қаншама керемет тапсырмалар берді, мысалы. Тапсырмалар берді. Бірақ соған қарамастан қазір өзіңіз айтқандай жағы былтыр қабылданған жылдың аяғында пилоттық жобаның кесірінен қазір көш тоқтаудың алдында. Енді тура келесі сұрақ сол пилоттық жоба туралы. Осы пилоттық жоба деген не ол? Заң ба? Ол не нәрсе пилоттық жоба деген? Эксперимент па? Енді жоғары жақтағылардың айтып жатқанына қарағанда, мәжілісмендердің депутаттар тарап кетті. Солардың айтуына қарағанда, ойбай, геосаяси жағдай қиын, әлемде көші-қонды реттеп жатыр, осылай деп бір пәтуалар шығарып, сонымен айтып жатыр. Жарайды, солай шығар. Соның президент енді көші-қонды реттеңдер деп тапсырма берген шығар. Мен ол тапсырма береді ғой барлық салаға. Бірақ дәл осындай шашал десе басал деп Қасым-Жомарт Кемелұлы тапсырма берген жоқ. Сосын өкімет жаңағы пилоттық жобаны жасады, 3 министрлік.
еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, сосын ішкі істер министрлігі, сосын жасанды интеллект министрлігі. Осы үш министрліктің бекіткен пилоттық жобасы бар. Қандас мәртебесін беру тәртібі туралы ше. Осы жылдың аяғына дейін. Ал сосын оған ұлттық қауіпсіздік комитеті мен сыртқы істер министрлігінің келісімін алған. Соны мынау ақпан айының 15-нен бастап ресми қолданысқа енгізді. Заңның бәрін қайырып қойып, тағы қайтарып айтайын. Сол пилоттық жобаның негізінде жаңағы сол тәртіппен көші-қон саясатын жүргізіп жатыр. Ал енді бұл пилоттық жоба дегеніміз жаңағы конвенция, конституция, қолданыстағы заңдар дегенімізді ұрып ойнамайды. Үкіметтің айқындаған өңірлеріне барасың, сол жерде 5 жыл тұрасың қандас мәртебесімен, сосын сізден мемлекеттік тілден емтихан алады, сосын сауалнама дегені бар, өте қатаң, сол сауалнамадан өтесің, сонан кейін барып сіз жаңағы қандас мәртебесіне қол жеткізе аласыз дейді. Ал енді ол жаңағы мемлекеттік тілден емтихан алу деген ол заңға қайшы. Жаңағы Қазақстан Республикасының азаматтық туралы 17-ші бабында жазылып тұр. Бұл қандастардан талап етілмейді деген бұл шарт. Сосын жаңағы қандас мәртебесін 5 жыл деп тұр ғой. Ол да дұрыс емес. 25-ші бапта ғой деймін, жаңылмасам ненің жаңағы көші-қон заңының қандас мәртебесінің уақыты 1 жыл деп қана тұр. Оған қарамай осылай жасап тастады. Енді қараңыз, осы жерде айта кетейін. Жаңағы сауалнама деген өте қиын. Бұл жерде жоғары білімі болу керек деген талап бар. Бірақ олардың бәрі жоғары білімді емес қой. Мысалы. Сондай бір критерийлерден мен оны түсініп отырмын. Қазір мынандай нәрсе да, Ауыт мырза, мен де осы көші-қон саласында қызмет көрсететін компаниям бар. Қандастарға қызмет көрсетіп келе жатырмын 15 жылдан бері қарата. Бұл кісілердің менің немдегі әңгіме былай. Ақыл айтатын адам өте көп та, қандастарға. Отырып ақыл айту өте оңай. Бірақ сол қандастардың қолынан жетектеп жүріп, осы қандастардың жұмысын қолданыстағы заң аясында, өзі осы тірліктерін осыған дейін жасап келе жатырмын да, көмек көрсетіп келе жатырмын, құқықтық көмек көрсетіп келе жатырмын. Ал енді қараңыз, қазір қолданыстағы заң аясында былай қараңыз, визаны тоқтатты Алматы облысында, құжатты көрсетті жерде. Құжатта айтыпты 3 белгіленген аймақта 3 ай, бірінші 3 айға береміз депті. 3 айға береміз, 3 айдан кейін азаматтыққа тапсырып шынымен қалатын болса 1 жылға ұзартамыз деді. Мен оны ойладым да, сразу әлгі шекараны жаңдатып ары-бері өтіп жүрген, алғы Сібір визаны келіп Қазақстаннан алып қалмай жүрген адамдарға дұрыс болған екен. Онда нақты қалатын қандасқа бағытталған екен, дұрыс екен деп бұны қолдадым. Содан кейін Семейге бір жаңағы Шығыс Қазақстан Абай облысына бір кісі кеткен, кеше ғана ақпарат. Ақсуат па бір аудан инспектормен сөйлестім, сол жерде жаңағы айтады, біз визаға қабылдамаймыз дейді. Сонда ол қабылда десе жарайды, не Сібір визаға солтүстікте қабылдамаса, сонда не жағдай болып жатыр? Осы мәселеге жақсы. Нақты біз қазір оқырманның көкейінде тұрған дүние, ал виза енді бұдан не шығады демейсіз ба? Мен 15 жылдан бері көргенім, осы аумалы төкпелі заң өзгерген кезде бір адамдар құжаттарын уақытылы рәсімдемей қалады да, заң бұзушылықты шарасыздан жасайды. Енді қараңыз, осының кесірінен ондаған жүздеген қандас заң бұзушылыққа амалсыз барады. Қалады, олар кете алмайды ешқайыққа. Қалады, содан кейін оның визасы өтеді, тіркеу өтеді, содан кейін құжатсыз жүреді, содан кейін біреуге құлданып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде адамның тағдыры жатыр. Бұған енді бұны тез шешу керек шығар. Сіз бұған қандай жауап айтар едіңіз? Осыны қалай шешсе болады? Қараңызшы, мынандай нәрсе бар. Біз ұлан-ғайыр даласы бар, жері бар, әлемде 9-ші орында тұратын мемлекетпіз. 20 миллион халық бар. Қазір мынау қалаға көшу деген, урбанизация деген ұрып тұр тура. Қазір қалады мен ауылдың арасы алшақтап кетті. Ауылдар бос қалып жатыр, мектептер бос қалып жатыр. Әсіресе жаңағы үкімет айқындаған өңір дегенді мен өте қолдаймын. 8 облыс па, 7 облыста. Ол жақтың халқы тіпті азайып бара жатыр. Оның үстіне ол шекара өңірлерді. Сондықтан мен мынау шеттен келген этникалық қазақтар қандастарды сол үкімет айқындаған өңірлерге апарып қоныстандыруды мен 100 емес 200% қолдаймын. Бос жатқан ауылдар, ауыл болып бос жатыр. Соған апарып қоныстандырсын. Бірақ оның механизмін дұрыс жасау керек. Бірінші кезекте адамдардың біздің конституцияда жазылған, заңдарда жазылған құқығын шектемеу шарт астында. Жасап бер десе, мен жасап беруге соған толық мүмкіндігім бар. Енді халықтың алдындағы сұрақ. Айтып алайын, сұраққа келе жатырмыз. Бұл бірінші. Екінші, мен пилоттық жобамен толық танысып шықтым. Маған оның 2 жері ұнады. Мен бәрі сыпырмайым жоққа шығарудан аулақпын пилоттық жобаны.
Ол қандай? Осы үкімет айқындаған өңірлерді, жаңағы шекара өңірлерді халыққа толтыру мәселесі бұл өте өзекті мәселе. Бұл кезек күттірмейтін саясат. Бұған үкімет барын салып жасау керек. Осы пилоттық жобада мен соны байқадым. Соны шындап қолға алған секілді біздің үкімет. Бір деп қойыңыз. Екінші, сол үкімет айқындаған өңірге баратын адамдарға квота беретін өзіңіз білесіз. Мысалы, бір жылда, мысалы 25 жылы ма, 26 жылы 2882 адамға квота беретін. Әзір оны алып тастады, барғандардың бәріне беретін болды. Қанша адам көшіп барса, сонша адамға квота беретін болды. Оның сыртында жаңағы үй алу үшін 7 миллион теңге, әрбір отбасының мүшесінде 75 айлық көрсеткіш көлемінде бір жолғы сертификат, сосын жаңағы үй жалдап тұратын ақша беретін болды. Бұлай қарасаң 7-8 миллион теңге ақша, аз ақша емес, сырттан көшіп келген ағайындар үшін. Бірақ бір нәрсеге таңғалып отырмын да, сіздің жаңағы сұрағыңызға енді келдім. Егер үкіметтің шынымен ниеті, шеттен келген қазақтарды сол үкімет белгілеген өңірлерге қоныстандыру болса, онда сол үкімет белгілеген өңірге көшіп барған қандастардың жаңағы құжаттану тәртібін жеңілдету керек еді ғой. Міне осы. Жеңілдету керек еді ғой. Бірден азаматтық беретін, бірден квотасын беретін. Сосын мен бірақ ондай ниет бұл пилоттық жобадан көрініп тұрған жоқ. Жетісуыңда да бірдей, Семейіңізде де бірдей, солтүстік Қазақстаныңызда да бірдей осы тәртіппен тұр. Сондықтан мен әзір қолымда 350 отбасының, адам емес, 350 отбасының тізімдігі тұр. Жіберіп жатырмын оны жоғарғы органдарға, қатысты органдарға. Қазір сол 400-ге жақындап қалды. Азаматтық соның бір теңге жарымына жуығы болса керек, немесе одан көп болса керек, оны санамадым. Сол үкіметтің айқындаған өңірлерінде отырып, не қандас мәртебесін ала алмайды, не тұрақты тіркеуге тұра алмайды, не азаматтық ала алмайды, не квотасын ала алмай отыр. Ал қандастарды былай қайырып қойсақ, ол әкімдерге жүк емес пе, мысалы, сол жердегі атқарушы билікке, мысалы, дым істей алмай отыр. Осындай бір не деп айтамыз, сондай сауатсыз жасалған жоба болды. Сондықтан бұл жоба үлкен бір проблеманы тудырып жатыр. Ол қандай проблема? Әзір келіп алды қандастар, олардың келуге құқығы бар, бұған тоқталамын. Ал келіп алды. Енді олар қайта кетпейді. Бірен-сараны болмаса, көбі 99% қайтып көшкелі жатқан жоқ. Туысқандар бұрын келіп алған. Енді не жасаймыз? Құжаттардың уақыт өтіп кетеді. Енді біз қолда босқын жасап жатырмыз. Ертең оның бәрі босқын. Керек болса, ертең олар паспортты жыртып тастайды да, маған босқын мәртебесін бер дейді. Бұл ұят емес пе өз елімізге, өзіміз келіп алып. Жаңағы сөзіңізге қайта оралайық. Жаңағы Совет үкіметі кезінде Алматыға келген қазақтарға прописка бермейді екен дегеннің тура өзі болып тұр бұл. Ал мен осы жерде бұндай сөз айтылғаннан кейін әрине бұның бәрі барып біздің президентімізге барып тиеді. Мен осы жерде осы сіздің неңізді пайдаланып айтып қояйын, мына жаңағы микрофоныңызды пайдаланып. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың көші-қон саласын реттеңдер деп тапсырма берген ол рас. Бірақ дәл осындай қылып жаса депші. Дәл осындай қатаң қылып отырып жаса, осылай көшті тоқтатуға апарып соқтырады, немесе қолдан босқын жасайтын жағдайға апар деп тапсырма берген жоқ деп мен Құдайдың алдында да өзімнің жүрегімнің қалауымен айтырамын. Ондай тапсырма берген. Бұл бер жағында отырып жасағандар. Енді бір қызық жағдай болып жатыр. Енді осы саламен айналысып жатқан маманбыз ғой біз, жақсы жаман болсын, Бұрында заң жасауға қатыстық. Қаншама ұсыныстар беріп заңдарға өзгертулер мен толықтырулар енгіздік. Соның игілігін халық көріп жатыр. Ал соны көріп отырып, бірде-бір басшы шақырып, еңбек министрі Асқарбек Ертаевтан басқа бір басшымен сөйлесе алған жоқпын кездесіп. Соны түсіндірейік, ақылдасайық десек, соған қатысқан президенттің бұрынғы құқық жөніндегі кеңесшісі енді. Мысалы, Ержан Жиенбаев деген бар. Қазір президент әкімшілігінің орынбасары болды. Қаншама хат жаздым. Министрліктерге лақтыра салады, қабылдамайды. Мемлекеттік заң жөніндегі басшысы бар. Жарылғанов деген, Айдар деген. Қаншама хат жаздым, жібердім, қабылдамайды. Енді ішкі істер министрі қабылдаймыз деп хат келді, құдай бұйырса қабылдап қалатын шығар. Сондықтан бұл бір апат әкелгелі тұр. Бұл мемлекетке бір тұрақсыздыққа апарғалы жатыр ма, президентке дұрыс ақпарат жеткізбей жатқанын мен 100% дәлелдеп бере аламын. Осы сала бойынша. Енді біздің мақсатымыз саясат талқылау емес, біздің мақсатымыз дұрыс ақпарат беру да. Мен осы жерде мынандай нәрсе туындайды. Молда Құранға қарап сөйлейді, дұрыс па? Біз қолданыстағы заңға қарап сөйлейміз. Көші-қон туралы заң менің столым үстінде тұрады, конституция тұрады. Сол заңға қарап, заңның баптары бойынша ғана сөйлеймін. Енді қараңыз,
көшті жүйелеп мемлекет тарапынан квота беріп немесе барып пойызбен ұшақпен көшіріп әкеп жатқан жоқ, қаражат бөліп жатқан жоқ. Жарайды, оған да келсек, енді қазіргі келіп жатқан қазақтың бәрі өзінің қаражатымен келіп жатыр да, өзі қаражатымен келіп жатыр. Енді келіп алып, мысалға баяғыда 58 жылы осы көшіп келген албандардан жан-жаққа жіберген ғой, неше түрлі. 68 жылы келгендерді жан-жаққа жіберіп, Қырғызстанға дейін жіберген. Кейін ел жұртын әрең тауып сөйтіп келген талай туыстарымыздың әңгімесін білеміз. Енді қараңыз, енді мына Алматы облысына шектеу қою тура соған ұқсап тұр да қазір. Тура соған бір Совет одағының саясатына ұқсап тұр. Мысалға, ол келген қазаққа айналайын, ол квотаң да керек емес, көмегің де керек емес, өз күшімен көшіп келді ма, қалаған жерінде орналасуға хақысы болу керек шығар. Бұл жерде олардың конституциялық құқығы бұзылып жатқан жоқ па? Заңгер ретінде не айтасыз? Соны айтайын, кішкене кеңітіп айтуға рұқсат беріңіз маған. Былай болды да, 25 жылы президент жылда сұхбат берді ғой. Ана тіл газетіне сұхбат беріп, мына Талғардағы оқиға болды ғой. Талғар оқиғасы болды ғой, Шеризат оқиғасы деген. Осыған президент кейістік білдіріп, мынау қандастар шеттен келген, өз елдерінде заңға бағынасыңдар, мына жаққа келгенде заңға бағыныңдар деді. Бұл дұрыс сөз, бізге ауыр тиді шынын айтқанда. Президенттің аузынан шығып отыр ғой. Демек кейістік білдіріп отыр. Сосын мен президентке осы жөнінде дұрыс ақпарат жетпегенін сездім. Сосын Егемен Қазақстан газетін ақтардым мен. Талғар туралы бір ауыз сөз жазбаған. Журналисті жіберіп, анау сұхбаттарды алып, бұл не болған деп газетке баста президент соны оқиды да, мұндай сөз айтпайды дейді президент. Мен соған сенімдемін. Сол президенттің сұхбат шыққан ана тіл газетін ақтардым. Бір ауыз сөз жоқ Талғар оқиғасы туралы. Енді президентке ақпарат қайдан барады? Өзінің каналдары бар. Соның ең бір каналы осы баспасөз ақпарат құралдары. Бір ауыз сөз жоқ. Шеризат деп терсең шықпайды ештеңке. Қаржаубай деп терсең Қаржаубай Сартқожа шығады. Түсіндіңіз ба? Демек президентке ақпарат жетпеді. Енді қайтеді, баспасөздің ақпарат жетпегеннен кейін құқық қорғау органдары өзіне ыңғайлы ақпараттар жүргізеді. Әйтеуір Қандас деген бір байқұс бар, соларға жабасасақ, баяғы кім ұқсап, жаңағы Құлыбай ұқсап деп ойлайтын болса керек. Бір ауыз, сондықтан бұл жөнінде президентке ақпарат жеткен жоқ. Енді қараңыз, биыл тағы сұхбат берді президентіміз. Түркістан газетіне берді. Осы күтіп жүрдім, оқыдым. Оқысақ айтады, мынау Маңғыстауға келген, Алматы облысында келген қандастар дейді, әлеуметтік неге ілесе алмай жатыр дейді, бейімделе алмай қиындық тудырып жатыр дейді, бірінші. Сосын айтады, жиі қоныстанған бұл мынау республикалық жаңағы нелік жаңағы облыстық деңгейде құқық қорғау органдары назар аударуға мәжбүр болып жатыр дейді. Сондықтан бұл мәселені шешу керек дейді. Сосын мен Маңғыстау облысының әкімімен, мына Алматы облысының әкіміне хат жаздым. Президентіне сұхбатын естіп айтты. Солар тап болып жатқан маған 3 қиындықты көрсетіңізші, бірінші. Екіншісі, қауіп төндіріп жатыр дейді. Енді құқық қорғау органдары назар аударуға мәжбүр болса, қауіп бар деген сөз ғой. Осы қандастардан туындап жатқан 3 қауіпті айтыңызшы, республикаға қандай қауіп төніп тұр, облысымызға қандай қауіп төніп тұр деп. Сосын жаңағы президент енді шешіңдер деді. 3 приоритетті жоспарыңды айтты осыны шешудің жолын деп. Мен жауап алдым. Дым да жоқ. Айналайын, Серік мырза. Бір ауыз жоқ. Алматы облысы мақтады. Олар деген ешкімнен жұмыс сұрамайды. Кәдімгі өзіне жұмыспен қамтуға сондай шебер деп сондай жауап алдым. Анаған жауап бере алмайды. Алматы облысы айтты, орыс тілін білмейді, сондықтан қиындыққа тап болып жатыр. Енді ол су кешпейтін әңгіме ол енді. Маңғыстау облысынан сұрау салдым ғой мен. Сонда жаңағы ең қауіпті халық саны асып кеткен Жаңаөзен ше. Жаңаөзенге 49-ақ қандас барыпты 25 жылы. 49 адам не ол? Өлген адам бар, кетіп қалған адам бар. Ал енді сосын мен бәрін сұрадым ғой. Үкімет мынау ішкі көші-қон бар. Ішкі көші-қон. Жаңағы үкімет айқындаған өңірлерге көшіріп жатыр ғой, оңтүстіктің халқын, сол Маңғыстаудың халқын. 5 жылда бір 900 адам көшірді. 5 жылда 900 адам. Сондықтан әрине мен оны түсінемін. Маңғыстаудың мысалы халқының тығыз екенін, өзінің шегінен асып кеткенін, қиындық тудырып жатқанын білемін. Бірақ үкімет соған бір керемет бір шара қолдан алған жоқ. Енді соны апарып қандастардан көріп, қандастарды мынандай тығырыққа апарып тіресе, ол бірінші Құдайдың алдында, екінші заңның алдында, президенттің алдында, енді бұл қиянат деген сөз. Мен осылай айтқым келеді. 3 миллион деген цифр аз емес та, 3 миллион сайлаушы деген сөз. Енді соны жаңағы құрылтайдың сайлауы келе жатыр. Сіз Астанада сол кішкене жаңағы парламентке, үкіметке жақын жерде тұрасыз. Осы Әбенов па, Мұрат Әбенов деген депутат қатты көтеріп жүр. Мен риза болып жүрмін. Қандастардың мәселесін сөйлейтін бір адам бар екен ау деп ше.
Ол ана осыған Секе, осы ол ана публикада сөйлейді. Әйтпесе сол мәжілісте отырып мандаты бар, мені шақырып алып министрлердің бәрін басын қосып жиып нетуге толық мүмкіндігі бар. оған да айтқанына да рахмет дейік та. Жарайды. Енді мен қазір қараймын да, енді бұрын қандастарды жақсы қолдау, сондай енді президент жолдауында да сонда айтып тұратын, енді президент өзі неше мәрте айтты. Енді қазір вниманиядан кетіп қалған жоқпыз ба, назардан кетіп қалған, жетімсіреп қалған жоқпыз ба, осы әңгіме қозғалмайтын болды. Бұл неге сондай болды? Кішкентай бір қандасқа бір жылы сөз айту қиын ба? Соған Айналайын қазағым деп Назарбаев сияқты. Мен айтам да, қандастарға бұл ешқандай ештеңе керек емес, дүние керек емес. Ол малын жайын сатып, өз ақшасына келіп, өш жерден үй сатып алады, өш жерге жаңағы инвестиция әкеліп отыр. Тірі инвестиция әкеліп отыр да. Инвестор ақшасын салса, екі еселеп алып кетеді. Қандас өш жерге әкеліп сол ақшасын жұмсайды. Ол толып тұрған инвестиция өте пайдалы дүние да. Сосын кейін ол біздің қазақтың демографиялық өсімін әкеледі. Сосын жаңа технология әкеледі. Мына Байбесіктің маңайында Моңғолиядан келген қандастар қандай мебельді. Қазір Қазақстан 80% мебелін Моңғолиядан келген қандастар жасайды. Малдың 80%-ын Қытайдан келген қандастар бағып жатыр. Столовый, ресторан, жеке кәсіпкерлік, жаңа шаш тараз дейсің ба, косметология дейсің ба, бизнестің түр-түрін жасап, шаң шығарып жатыр. Ырза боламын да, барлық жерде салық төлеуші, қараңызшы. Мемлекетке бюджетке салық төлеп жатқан адамдар. Сонша 3 миллион халықты, сол 3 миллион аудиторияны деймін да. Сонда жаңағы сіздің достарыңыз бар ғой, депутаттар бар, басқа. Бұны енді біздің айтқанымыздан гөрі солардың айтқаны кішкене дұрыс шығар. Енді студияға кезек-кезекпен өнер адамдарын шақырамыз, сол кісілерді де шақырамыз, Құда қаласа. Әрқайсынан сұхбат алуға тырысамыз. Сонда не үшін көтермейді деймін да, неге жетім болып қалды бұл қандастардың сөзін сөйлейтін ешкім қамады ма Ауыт Мұқибектен басқа деп ойлайсың да. Қараңызшы, Секе, енді бір фактімен сөйлейінші мен. 2000 жаңылмасам 22-ші жылғы деймін, 22-ші жылғы жолдауында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев бүйтіп айтты. Біз қандастарымыздың барлық салада, сіз айтып отырған, барлық салада, соның ішінде мемлекеттік қызметте жұмыс істегенін қалаймыз деді. Олар жаңа Қазақстанды құруға өз үлесін қосады деп сенемін деді. Осыдан кейін бітті ғой. Мысалы, жаңағы президенттің сөзін айтып отырмын ғой. Президенттің ана туфлиін тігіп берген жігіттің аты кім еді Астанада? Самғау. Самғау деген жігіт. Ырза болдым мен мысалға. Енді қараңыз. Енді президент топлисіз емес шығар, бірақ ол көңіл ғой, мысалы, әркім өзінің істен нәтиже шығарып президенттің назарына салғанды қалайды, мысалы. Барлық адам, барлық саланы, мысалы. Енді қараңыз. Президент, мысалы, көші-қон саясатының бұлжымайтын тұғырнамасын жасап берді. Көші-қон біздің күн тәртіптен ешқашан түспейді. Шетелдегі қазақтарды ата жұртына оралту біздің қасиетті парызымыз дегеннен кейін бұдан мүлтік болмау керек та. Енді сіз айтып жатсыз жаңағы еңбектеп. Осы жерде бір мен осымен айланысып жүргеннен кейін көп ізденемін. Мына пилоттық жобадағы жаңағы сауалнама деген бар ғой. Талап өте қатаң, жоғары білімі болу керек деді. Ол ана мигранттарға арналған шығар, басқа ұлт өкілдеріне? Жоқ, бәріне бірдей болды. Қандастарға да. Енді қараңыз, біз не дейді, сауатты адамды аламыз, бізге осындай тәртіпті адам керек деген сияқты сөздер айтылды ғой, жарайды, айта берсін деді. Сосын мен ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров па, сол мырзаның атына хат жаздым. Айтыңызшы, Қазақстанда енді мен санды мәліметтер есімнен шығып қалды, осынша миллион бас мал бар екен. Жылқы, сиыр, 4 түлік бар екенбіз Қазақстанда әзіргі жағдайда. Осыны бағып жатқан малшылар қауымының қаншасы болашақпен оқып келгендер, Америкадан, Англиядан оқып келгендер. Қаншасы PhD доктор, қаншасы жаңағы ғылым кандидаты, қаншасы жаңағы жоғары білімді жаңағы бакалавр дәрежесіндегі диплом барлар. Соны маған айтып беріңізші деп хат жаздым мен енді конституциялық құқығым бар ғой, 20 жауапты ақпарат алу және тарату деген. Сол жауап келді. Бір әйел звондады сол жерде маған. Министрдің орынбасарының тапсырмасымен звондап тұрып, осыны сіз не мақсатпен сұрадыңыз деген. Сол шынын айттым осы деп күліп олар хат жазып берді. Ондай шарт қойылмайды екен жаңағы малшыларға Қазақстанда. Ондай дипломың бар ма, қой бағу үшін саған бакалавр болуың керек, сиыр бағу үшін саған жаңағы кандидат болуың керек, жылқы бағу, түйе бағу үшін сен болашақпен оқып келген шарт жоқ екен. Демек заңға қайшы болып тұр ол. Олар дейді, олардың өмірлік тәжірибесінің өзі сол дипломнан артық бізге жетіп жатыр дейді. Көрдіңіз ба? Енді сіз жақсы білесіз. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары деген тоқырау жылдары деп аталды. Бүкіл халық жұмыс жоқ ауылда тастады да кетті. Малдың бәрін бартер деп құртты. Солай емес пе?
сол кезде міне тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев көші-қон саясатын жолға қойып қойған. Моңғолиядан, Қытайдан лап етіп қазақтар 100 мыңдап көшіп келді, сол ауылыңды ұстап қалды. Сол малыңды ұстап қалды. Қазір сіз 80% деп мал отырсыз. базарды ұстап тұр ғой. Иә, әзірді ұстап отыр. Мен айтамын да сонда, құрметті Айдағы Алымқыз айналайын. Құрметті Ерлан Тынымбайұлы. Қой бағуға жарайды ғой сол қазақтар саған. Түкке жарамай-ақ қойсын жарайды. Соның ішінде сөйлеп қалғаны мен екем. Егер осы мәселесі шешіліп кетсе, мен де сөйлемей-ақ қояйын тегі. Өзім басқа бір жұмыспен айналысайын. Қойыңды бағуға жарайды ғой. Малыңды төртіліңді мыңғыртып, аузыңнан ақмай ағызтып отырған соны қалай ұмытуға болады? Үкімет осыны ұмытпау керек қой. Түсіндіңіз бе? Енді сіздің аузыңыздан естігісі келіп отырған сұрақты қояйын қандастардың. Енді көшіп келейін деген қандастарға және осы жерде көшіп келіп алған қандастарға қандай қысқа 3 кеңес айтар едіңіз? Енді көшіп келейін деп жатқан қандастар. Былай, Секе. Иә, Не ақыл кеңесіңіз айтасыз? президенттің көші-қон жөніндегі саясатын мен 100% қолдаймын, дұрыс. Бірақ атқарушы билік оны керісінше айландырып, керісінше жасап жатыр. Бұны да ашық айтып қоюымыз керек. Атқарушы билік, оның бәрін мен күнәлаудан немесе оларды сынаудан аулақпын. Жекелеген тұлғалар бар, ықпалды тұлғалар бар. Мен ашық айтайын, солардың мына пилоттық жобаға қарағанда көшті тоқтатқысы келеді. Шеттен келген қазақты көшті тоқтатқысы келеді. Әйтпесе не мынау? Солтүстікке барсаң, оған қандас құжаттандырмасаң, өз отырған қалаған жеріне барудан шектеп, тағы да осындай шектеулер қойып жатсаң, өңірлік шектеулер қойып жатсаң, бұл көшті тоқтату емей басқаша түсіндіру мүмкін емес бұны. Бірақ осы епіріңізді пайдаланып айтып қояйын. Бұл су кешпейтін әңгіме. Бұл бос сандырақ. Біз заңмен сөйлейміз. Жаңа айттым ғой, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң бар. 1991 жылы 16 желтоқсанда қабылданған 18 баптан тұрады. Соның 7 және 8 бабы шекара сыртында қалған қандастарға, қазақтарға, этникалық қазақтарға қаратылған. Ал енді ол заңды жасаған кімдер? Ол деген ғасырда бір туатын тұлғалар жасады ол заңның жобасын. Салық Зиманов бастаған. Түсіндіңіз ба? Оған тұңғыш президент қол қойды. Ол заңның бір нүктесін өзгертсеңіз, сіздің тәуелсіздігіңіз құлайды. Заңмен ұстап тұр ғой сол заңмен. Түсіндіңіз ба? Ал енді біздің одан кейінгі конституциялардың бәрі сол заңның негізінде жасалған. 18 бабында жазылып тұр. Ал енді мен сізге соны қандастарымыз анау қорқып жатыр ғой, енді көш тоқтап қалады, бүйтеді сөйтеді деп. Көш тоқтамайды. Оның 7 бабында былай деп жазылған. Қазақстан Республикасының өз азаматтығы бар дейді. Осы жердің азаматтарының. Басқа мемлекеттерде тұратын республика территориясын тастап шығуға мәжбүр болған барлық қазақтардың сол мемлекеттердің азаматтығымен бірге, егер бұл олар азаматы болып отырған мемлекеттердің заңдарына қайшы келмейтін болса, Қазақстан Республикасының азаматтық алуына құқығы бар дейді. Бұл заң мәңгілік елмен бірге мәңгі жасайтын норма мынау. Заң өзгермейді. Сондықтан көшті тоқтата алмайды. Олардың келуге жаңа кеңесім біреу осы. Келем деген қазақ келе берсін. Мына заң бүгін жұмыс істемей тұр. Заңды ұрып ойнап жатқан жоқ жаңағы пилоттық жобаны жасағандар. Ертең өстіп тұрмайды. Ертең президенттің құлағына жетіп те жатыр. Мысалы, менің қатымның жеткеніне сенімдімін. Мына заң істейді. Сол кезде ал енді осы жерде тұрып жатқан қандастарға не кеңес айтасыз? Тоқта, екіншісін айтайын. Мынау әлі біткен жоқ. Қазақстан Республикасы көші-қон процестерін реттеп отырады дейді. Міне реттеген түрі мынау болып отыр әзір. Соның кейін 7 баптар. Қазақстан Республикасы жаппай қуғын-сүргін күштеп ұйымдастыру кезеңдерінде адамгершілікке жат өзге де саяси шаралар нәтижесінде республика территориясынан кетуге мәжбүр болған адамдар мен олардың ұрпақтарының, сондай-ақ бұрынғы одақтас республикалар территориясында тұратын қазақтардың өз территориясына қайтып оралу үшін жағдай жасайды дейді Қазақстан. Көрдіңіз ба? Жасап жатқан жағдайдың түрі мынау болып тұр. Енді 8 бап. Мұқият тыңдаңыздар. 8 бап. Қазақ ұлтының және Қазақстанда тұратын басқа ұлттар өкілдерінің мәдениетін, дәстүр, салтын, тілін қайта түлетіп, дамыту, ұлттық қадір-қасиетін нығайту мемлекеттің аса маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы. Республика шегінен тыс жерде тұратын қазақтардың ұлттық, мәдени, рухани және тілдік қажеттігін қанағаттандыруға қамқорлық жасайды. Олар азаматы болып отырған мемлекеттермен жасалған шарттар негізінде бұл азаматтардың мүддесін қорғайды деп жазып қойған 8 бапта. Түсіндіңіз ба? Біз мемлекеттік идеология, ұлттық идеология деп айтамыз ғой. Жақында
қазір президент әкімшілігінің орынбасары болды, мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин мырза бір керемет тарихи мақаласын жерледі жас алашта. Бұл мен айтып кеткен сөз болатын. Бізде идеология жоқ деп келдік қой енді. Айтып жатады ғой осы бізде. Ол кісі айтты, оны мен де айтқам. Біздің идеологиямыз конституция дейді. Мынаның бәрі конституцияда тұруға тиісті нормалар. Демек, бұл мынау көші-қон, шеттегі қазақтардың Қазақстанға оралуы, құрметті Серік мырза, есіңізге сақтап қойыңыз. Бұл мемлекеттік, ұлттық идеология болуға тиісті нәрсе. Біз оны апарып аяққа таптап жатырмыз қазір. Енді заңда тұр екен, конституцияда тұр екен. Енді мынаған осыған қолдан кедергі жасап отырған тұлғаларды тауып конституциялық сотқа беруге болмай ма? Жазалауға болмай ма? Енді оны мен енді былай шамалап білемін оның кім екенін, кімнің қолдан шығып жатқанын. Сондықтан күндердің күнде ол бірақ мына 3 миллион халықтың көз жасы жаман ғой. Жарты ағайыны ан жақта қалып, жарты ағайыны мына жақта. Біреудің әкесі, шешесі, біреудің бауыры. Бұны тоқтатамайды ана шылша, шыл құсап қазақ деген бауырмал халық тоқтамайды, ана бауыр ан жақта қалмайды. Айналайын, Секе, осыны жасап отырғандардың бәрі Америкадан оқып келгендер. Америка, Біріккен Ұлттар ұйымы, Америка ғой енді құр. Ол деген құқықпенен адам құқығының тушоқысы жүрді. Саясаттың тушоқысы сияқты келеді. Түсінесіз ба? Содан оқып келген адамдардың жасап отырған дүниесі. Сондықтан бұның біз Кәрім Мәсімов дегенді де көргенбіз, осындай жасамақ болған. Құлыбаев дегенді де көргенбіз. Мәсімовың түрмеде отыр. Құлыбаевың басынан бағыттайып кетті жүр әне. Сондықтан ертең ба бүрсігүні ма көп өтпей бұның сұрауы болады. Бұның моралдық жауапкершілігін тартады. Бұның жаңағы Құдайдың алдында олардың кінәсін тартады. Мен оны тілемеймін. Аман болсын, бала шағасы осының жаңағы кесапатына ұшырамас екен деп тілеймін соларға. Халықтың көз жасы деген жаман ғой. Өте жаман. Енді 30 жылдай уақыт болды сіз Қазақстанға келгелі. 30 жылда Қазақстанда не өзгерді? Не көрдіңіз? Сіз 98 жылмен дәл қазіргі уақыттың аралығына бір барып көріңізші, не өзгерді Қазақстанда? Қазақстан, мен сіз айтайын, 98 жыл біз келгендегі адам танымастай өзгерді. Қазір орта держава деп жатыр ғой. Мен соны толық келісемін. Қазақстан ең бай мемлекет бірінші. Екінші, өте ықпалды мемлекет. Орта Азияда қазір көшбасшы мемлекет, оның бәрі рас. Біреулер енді сылтыңғып, енді халықтың әл-ауқаты бір төмендеп жатқан шығар, айлық өспей жатқан шығар, ауылды жерде жұмыс жоқ болып жатқан шығар. Соған қарамастан Қазақстан осы Орта Азияда көшбасшы мемлекет. Геосаяси жағынан болсын. Мен айтам, біреулер мені сылтыңғып, сен жағымпазсың деп айтады. Бұл президентке байланысты нәрсе. Осы мемлекетті құрған, іргетасын қалаған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Соның қасында бірінші күннен бастап Қасым-Жомарт Тоқаев жүрді, сыртқы саясат. Біздің сыртқы саясатымызда мүлтік жоқ. Айналаның бәрін көріп жатсыз ғой. Көрдіңіз ба? Қасым-Жомарт Тоқаев керек болса, үш супер державаның президентінен де мен артық деп бағалаймын қазіргі таңда. Естіп қойыңыз. Екінші жағынан Орта Азияның сыртқы саясатын жүргізіп жатыр. Орта Азияның сыртқы саясатын Тоқаев жүргізіп отыр. Өйткені ол кісі кәсіби дипломат. Ал енді әр нәрсенің екі жағы бар ғой. Ішкі жағында мәселелердің болып жатқанын президенттің өзі де айтып жатыр мысалы. Сондықтан конституцияны өзгертіп жатыр, жаңа конституция қабылданып жатыр. Мен артыма көп қарай бермейтін адаммын, алдыға қараймын, болашаққа үмітпен қарайтын адаммын, оптимист адаммын. Құдай бұйырса жақсы болады деген сенімдемін. Мынаның бәрі қандастарым айтып қойған уақытша нәрселер. Сондықтан ешқайда ешкім көшпесін, өкіметтің айқындаған өңірлеріне барыңыздар. Бізді Құдай қуат берсін сіздерге. Біз де шамамыз жеткенше осыған барымыз салып көмектесеміз. Құдайға тауба, министрлердің маған деген көзқарасы жақсы. Мысалы, еңбек министрімен өте тығыз байланыстамын. Сол жасаған осылар ғой енді. Бірақ олар да амалсыздан жасап отыр деп ойлаймын мен осыны. Әйтпесе солар ақымақ жігіттер емес. Маған күнде кем дегенде 10 қандас келеді. Қандастардың мәселесіне жаңағы жан тәнімен кіріп кеткеннен кейін, жаңағы сол қандастарымның жаңағы көкейіндегі сұрақты сізге қойып жатырмын ғой. Соның жауабын алғым келеді. Енді бүйтіп қарап отырсаң, қандастардың күнде келгендегі жаңағы сұрағы сол бір кішкентай жаңағы құжатшы. Күндіз түні тыным жоқ менің телефоныма. Жаңа өзіңізбен бірге келе жатқанның өзінде 3-4 адамымыз банда ғой, көріп отырсыз ғой. Осылай едік, не істейсің? Күте тұрыңдар. Жауап беріп жатырмыз. Көш жүре түзелетін шығар. 90-шы жылдарға қарағанда әлде қайда жаңағы жүйеленді ғой. Біз құжат тапсырған кезде ешқандай бас аяғы жоқ, сондай қызық жағдайлар болған. Қазір деген мысалға
мына солтүстікті білмеймін, Алматы облысының көші-қон полициясының мамандары өте кәсіби. Ана қандастардың барлық даже өзінің атауларын ішіне атап береді. Сондай керемет қазақтың бір алтын жігіттері бар. Жүрегі қазаққа бұрып тұратын сондай мемлекетшіл, сондай керемет азаматтар. Оның бәрін жоққа шығаруға келмейтін шығар енді. Сондықтан қандастарға мен үнемі сабырға кел деп айтам. Сонда айтатын сөзім мынау ғой. 30-шы жылдары ашаршылықта, Ақтабан Шубырындыда баяғы қиын заманда, сосын кейін 30-шы жылдары шекарадан біздің албандар өткен кезде басынан оқ борап тұрған кезде де өткен. Ақпатшаның оғы борап тұрғанда жартысы қырылып, жартысы тірі өткен. Соның ішінде менің әкем бар мысалға. Сондай кезде де өткен. Оған қарағанда автобусқа отырып, паспортыңды қалтаңа сап, визасыз өтіп шығасың. Ақшаңды қалтаңа салып келесің да, оған тәубе деп айтам. Тағы бір сұрақ. Қандастар еңбекқор жақсы. Ең сорлы қандастың басында екі бұзаулы сиыры бар, осы жерде 40 жыл тұрып, басында баспанасы жоқ, пәтерде жүріп, квартирада жүріп, қыз ұзатып келін түсіріп жатқан жергілікті қазақтар бар. Қандастардың осы еңбекқорлығын ол қайдан келді? Неге тез көтеріліп кетеді? Бұлай қарасаң тез көтеріледі да, қалай деп ойлайсыз сіз? 3 миллионға таяу қазақ келді деп отырсың ғой. Соның ішінде ең кедейі менмін. Бір тиын кірісім жоқ. Шынын айтайын, міне 5 жыл болды соңғы. Бір тиын кіріс жоқ. Ең сөз қуып, сол сөзбен жүрген мен. Менен басқасын кез келгеннің астында бір мәшіне бар. Келіп азаматтық алып алғандардың. Алды деген олигарх болып кеткендер бар. Пара беріп миллиондап ұсталып жатқандар да болды. Түрмеге түсіп жатқан қандастарды да көрдім мен. Түсіндіңіз ба? Ал енді жарайды, ол маған уақыты өмір осындай бір миссияны берген шығар. Мен оған ешкімге міндетсінбеймін. Осы жұмысты шамам келгенше көмектесіп қандастарыма келе жатырмын. Сіз де сөйтіп келе жатсыз міне. Дұрыс па? Бұлар не үшін байып кетеді? Бұлар шетелде жүрді. Шетелде жүрген адамдар өзге ұлттардан үйренеді. Мысалы, Қытайдың еңбекқорлығы дүние жүзінде әйгілі. Екінші, Қытайдың Дэн Сяопиннің жүргізген саясатының соңғы кадрлеріміз ғой, сіз бен біз деген. Соны көзімізбен көріп келдік қой. Үкімет дегенді ұқпайды олар. Қай жерде ақша бар, олар біледі. Қазақстанда мүмкіндік деген өте көп. Келесі ақша тауып жатыр. Сіздің ата-бабаңыздың ауылы қай жер еді? Жолда айтып Жалаңаш. Жалаңаш Жанарбек Әшімжановтың ауылы ғой. Жанарбек менің бауырым, бірге жүріп сонда сол таң қалатын. Мына шеттен келген қазақтар дейді. Жанарбек Әшімжан депутат айтады. Құдай-ау, ауадан ақша жасайды екен. Сөйтсе қалай? Сөйтсе Жалаңашта бір контор бар екен, бұзылып жатқан. Сөрге сол туысқандар болса керек, арғы беттен көшіп келгенде сол конторды жамап, жасқап, мал базарға батты. Әлгі ешкім барамай жатқан. Соның ірғарадан 100 теңге, ұсақ малдан 50 теңге алады екен кіріп шыққанда. Көрдіңіз ба? Қаладан барады, мал алғалы барғанда сол жерге ел малын кіргізеді, сол бір жерден алады, тазалығын ана кісі жауапты. Сөйтіп, анау далада жатқан бір бұзылған құрылысты сөйтіп мал базар жасап, содан ақша тауып отырған. Шеттен келгеннен кейін ойлаймын да, енді мүмкіндікті көретін шығар бірінші. Екінші жаңағы шеттен қорқыныш болады, қайтып жанбағам дегенше. Сол қорқынышпен алдыға жүгіріп жүріп, ойбай қайтып жанбағам, ашқап қалам ба, балашағым ашқап қалам ба деп тыпырлап жүріп, біраз жерге жетіп алған байқамай қалады. Нарықтық экономика дейміз ғой, рынок экономикасына. Біз 83 жыл көшіп кеткен жоқ па Қытайдағылар. Сонан кейін олар өкімет дегенді ұмытқан. Бұл жерге келгенде де сол. Мен сені қандастардан сұрашы, біздің өкімет басымыз немесе премьер-министріміз кім? Бектеновті ешкім де білмейді, мен саған айтайын, қандастардың ішінен. Енді Тоқаевты бәрі біледі, Құдайға шүкір, бәрі біледі. Ауыт Мұқибекті біледі, сосын Серік, Абай Серікті біледі, қандастар. Оны мен сізге былай айтып берейін. Өкімет басың кім, премьер-министрің кім, оның орынбасары қақпайды, білмейді олар. Өйткені олар өкімет деген ұғым жоқ оларда. Оларда жеке жаңағы ақша табу, құн жарату, жанын бағу, бала-шағасын оқыту, осылай кеткен. Сондықтан бұндай қазақтарды бар ғой, телевизордан түсірмей, мына YouTube каналдарыңыздан түсірмей, осыны дәріптеуіміз керек бізге. Бұндай қазақтарды Ақорданы алтайлансаң таба алмайсың, бұндай еңбекқор қазақтарды, мен сізге айтайын. Қоғамға жаңа президент айтты ғой, есе қоса жаңа Қазақстанды бірге құрады деп. Осы қазақтар тырнақша ішінде айтайын, көне Қазақстанды, ескі Қазақстанды бірге құрыстық біз осы Назарбаевпен бірге. Келді да көтеріп әкетті ғой. Инвестор деген мына біздің әзірге Қасым-Жомарт Кемелұлы енді визасыз режим кіргізіп Қытай басып кетті ғой әзір. Өзі келіп базардың өзін өзі ашып жатыр. Оған дейін бұндай Қытай кірмеген кезде сол қытайларды алып келген кімдер еді? Сол Қытайдан келген қазақтар.
осы жерде бір оқиғаны айта кетейін. Елдер шулап жатыр. Тоқаев мына қазақтың жерінің бәрін Қытайға сатып жатыр деп шулап жатыр ғой. Ютуб каналдарды естіп қаласыз. Кейбір адамдар менен шығып сұрайды. Сосын мен ауыл шаруашылығына хат жаздым жақында. Осы бір айлық виза енгізу тәртібі енген күннен бастап дәл қазірге дейін Қытай Халық Республикасының азаматы болып табылатын адамның атына құрылған ТО АО-ларға қанша жер берілді? Ол жер қандай санаттағы жерлер? Ол қандай заңның негізінде берілді деп ауыл шаруашылығы министрлігіне хат жазып едім. Ауыл шаруашылығы министрлігі соған жауап берді. Жауап бергенде былай: 17 облыс пен 3 қалаға жіберді. Соның бәрінің жауабы келіп болды. Ешкімде жоқ. Бір 2 облыс қана берді. Алатаудан беріп жатыр екен. Алатаудан. Жаңа сосын тағы бір 2 облыста бір құрылыстаратын ғана жер берген. Бірде-бір Қытай азаматының атына бір соты жер берілмеген. Бірақ олар қандай алып жатыр? Қытайлар айғайлап жатыр ғой. Ойбай, жеміс егіп жатырмыз, егін егіп жатырмыз деп қызыл туын желбіретіп біздің қазақтың арасында жүр ғой Қытайлар. Күнде дәріптеп, келіңдер, пәленбай 1000 гектар деп. Соның бәрі соның қасында еріп жүрген шетелден келген қазақтар соның біразының артында еріп жүрген, 4-тен 5-тен еріп жүр. Солардың атында алып, солардың несінде жаңағы сол жерді игеріп жатыр. Бұл инвестиция бір жағынан қарасаң. Бірақ біз бұны кішкене тәртіпке келіп басқару жағын кішкене дұрыстауымыз керек. Басқару жағын мысалы жердің сапасын нұқсан жеткізбеу деген сияқты шарт астында беруіміз керек деп есептеймін мен. Бірақ былай шашылып жатқан қазақтың жері жоқ біреуге бере салатындай. Бұны ағайындар біліп қойса болады. Ауыт мырза, енді саясатты біраз айтып жүрдік. Мынау осы саясаттан қайтсақ, мен өзім былай шешкен адаммын. Мен өмір саясатпен айланыспаймын. Саясат сізбен айланысады ғой. Саясатпен шаруам жоқ, және діни мәселемен айланыспаймын дейші. Біреудің наным сенімде шаруам жоқ. Мен нақты жұмыспен айлансам деген принципім бар да енді. Жарайды, сіз саясаткер болғаннан кейін сіздің саясатты айтуыңыз ол қалыпты құбылыс, әрине түсінемін. Бірақ сіз саясаттан бұрын сіз ақынсыз, өнер адамысыз да. Өнер адамы деген енді өнерді Алла тағала барлық адамға бере бермейді. Сізге Алла тағала сол өнерді берген. Сол өнер болғаннан кейін, сол ақындық, жазушылық дүние болғаннан кейін, ана Алла тағаладан келген талант болғаннан кейін сіздің жүрегіңізде ұлтқа деген махаббат пайда болып, қазіргі уақытта жұмысыңыз бар ма жоқ болған қарамастан, осы қандастардың осы жерден бір ештеңе дәметпестен сол қандастардың тірлігін жасап жүрсіз да. Мен соған басым деймін, сізге құрмет білдіремін. Осы еңбегіңіз үшін шырылдап, рахмет. қандастардың ол білесіз ғой, біздің қандастар кейде түннің бір уағында хабарласа береді. Сен демалып атсың ба, ұрмайды. Ол өзің жексенбі ма, басқа тамақ ішіп отырсың ба, жоқ қой. Қарамайды, неше түрлі әңгімесін тәп міндетті сияқты болып қаласың. Бірақ ол кісілерді түсінуге болады. Қазір қандастарға ие болып тұрған тұлға жоқ. Көріп тұрған жоқпын. Біреу әлеуметтік желіде шығып қандасқа ие болып жатырмын деген біреуді көрген жоқпын. Қандастар жетімсіреп қалмасын деп. Сізді көремін, қуанып қаламын. Тағы бір жігіттер шығып жатыр. Анау солтүстіктегі ана Бурахан Дақан деген жігіт жақсы. Мен қарап отырамын, өте тамаша. Тағы сондай жігіттер, мен қуанамын өйстіп қандастардың туын көтеріп жүрген жігіттер болса. Енді өнерге қарай ауыссақ, саясаттан кішкене өнерге қарай. Мына ақындық, шығармашылық адамға шабыт қайдан келеді аға? Сіз жазғанда тек көсілтіп жазып тастайсыз ғой. Иә, мен Қытайда кәдімгідей ақын болып танылып келгенмін. Ол кездегі бір шарт ақындықтың ана Шұғыла журналына шығу, Шаймақтың журналдары болушы еді ғой. Біраз кітаптарыңыз шықты. Сосын сөйтіп келіп, соны Тұманбай Молдағалиевті іздеп келдім, ана жақта өлеңдерін оқығанмын, соған өзім бас ұрғанмын былайша айтқанда. Келіп танысып, қасында 13 жыл жүрдім, бірақ енді ақындық жағымды соншалықты әріптеп бүйтіп кеткен жоқпын. Өйткені анағысының қасында жүргеннен кейін енді сол көлеңкесінде жүрдік. Бірақ өлеңдерім шығып жатты. Иә, мемлекеттік тапсырыспен 1-2 кітабым шықты. Оның сыртында өлеңдерім мерзімді басылымдарда шығып жатты. Бірақ 2018 жылдан бастап, 16 жылдан бастап мен осы өлең жазуды қойдым. Қазір бірде-бір шумақ өлең жазып жүрген жоқпын Секе. Баяғыда бір сұхбатта айттым ғой деймін. Жаза алмай қалдым десем өтірік. Отырсам жазып кететініне сенімдімін ары қарай. Ол үшін бәрін тастау керек, басқа сөздің бәрін. Неге тастадым? Мынау көші-қонның саясатымен айланысқаннан кейін сен мақала жазуға тура келеді. Күндіз-түні хат жазуға тура келеді, түсіндіруге тура келеді кәдімгі. Өшінде бір қызық әңгіме тұр, қазір айтып беремін. Содан сөйтіп бұны тастап кеттім мен. Өлеңді қойдым, не түрде. Өйткені өлеңнің несі бұзыла бастады.
жаңағы не дейміз сұрқы бұзыла бастады. Мұхтар Шаханов марқұм жатқан жерің жайлы болсын, сол кісінің өлеңдері сияқты болып кетті, соңғы өлеңдері публистика болып кетті ғой мысалы. Тіл бірдеңе сол сияқты менікі де көш-қон болып кеткеннен кейін қой осы өлеңді бұлғамай-ақ қойын, оны менің Маралтай досым жазсын, менің кім Бауыржан Бабажанұлы жазсын осы өлеңді деп соларға бердім, солардың тілеуін тілеймін. Сосын арттан келген інілерім бар, Ербол Алшынбай деген ақын бар, Тоқтарәлі Таңжарық деген ақын бар, Құдай санасын, Талапбек Тынысбекұлы деген бар, соларға бердім. Солар жазсын. Сосын мен қазақ поэзиясы кеміп қалмайтын шығар деп. Бірақ ағаларым кездескен жерде айтады, Ғалым Жайлыбай, ой Ауытей, Бауыржан Жақып деген ағам бар, олар айтады, Ауытей сен деген керемет өлеңдер жазушы едің ғой. Соны неге тастап кеттің? Анауыңды қойшы, мынаған жазшы дейді. Бірақ бұл мен ойлаймын, уақыттың өзіңіз айтқандай талабы болып тұр. Бір адам шығу керек. Жаңа мен бір сөзді айтып кеттім. Мен кедей менмін, осылай. Бірақ мен осы өстіп жүргенімді бар ғой, Секем міне. Сіздің алдыңызда айтайын, осы Алтыраштың алдында айтайын. Ешкімнен көрмеймін. Президенттен де көрмеймін, үкіметтен де көрмеймін. Мені апарып бір осыған байлап апарып салып қойған жоқ қой. Былайша айтқанда бұл жүректің қалауы ғой. Ана Әсеттің бір өлеңі бар еді ғой. Ажалды Құдай маған берген жоқ, құлжадан 5 теңгеге сатып алдым деген сияқты, мен де осы сатып алған дауым осы болды ғой енді. Қайтесің? Енді мына сізге сұрақ дайындау барысында мен жалғыз сұрақ дайындаған жоқпын. Бізде команда бар. Осы жерде жергілікті кәсіби мамандар бар, продюсерім бар, көріп отырсыз. Сол команданың сұрақтары бар екен. Шынайы нақты жауап беріңізші енді. Назарбаевты мақтап жүріп көтерілген адамдардың қатарынан деп есептейсіз ба дейді өзіңізді? Мен көтерілгенде қайда бардым? 3 теңгеде болған жоқпын ғой. Аманат партиясында, Нұр Отан партиясында 6 жыл жұмыс істедім. Соған мен Мұхтар Құл-Мұхаммедке өтініш жасадым, сол кезде партияның төрағасы болды. Сол кісі алып келді. Содан кейін Байбек келді, Әшімбаев келді, сол кісілердің қол астында жұмыс істеп кетіп қалдым. Мен көтерілсем депутат болатын едім. Ол кісіге өлең жазып егер сондай мақсат қойған болсам. Менің мақсатым мынау болды. Бірінші біз енді оны жасырып керек жоқ, оны біз айтып жүруіміз керек. Жақсының жақсылығын айт дейді. Осы қазақ көшінің алдында Назарбаевтың беті жарық, мен сізге айтайын. Бір қателіктер деп айтпай-ақ қойын, кемшіліктер кеткен шығар енді. Президент болғаннан кетті ғой енді, айтып жатыр ғой. Ешкім ешқашан өшіре алмайтын тарихи еңбектері де бар. Ешкім ешқашан кешіре алмайтын қателіктер де болған болуы мүмкін. Бірақ ұлы көштің алдында Назарбаевқа біз рахмет айтуымыз керек. Қандастар айтып та жатады, мен соған қуанып қаламын. Сондықтан жаңағы Құлыбаев пен Мәсіп деген оңай адамдар емес серік. Оңай адамдар емес, ол мемлекетті узурпациялап алғандар. Сол екеуінің жаңағы ықпалмен жасалып кеткен көші-қонның жаңағы қатаң заңын 5 жылсыз азаматтық бермейтін заңды 5 ай 24 күнде қайтадан 5 ай 24 күнде қалпына келтіріп тура жарлық шығарғанда мен жүрегім жарылып кете жаздады. Назарбаевты қолдап содан кейін өлеңдер жаза бастадым, бесіне қарап. Мен әлі де ол кісіні сол деңгейде қолдаймын. Бірақ менде сондай не болған жоқ жаңа деймін. Енді мен депутат болғым келді. Бұл маған арман емес, мақсат. Барсам әйтеу бір заңға бір өзгеріс енгізіп ең жоқ дегенде айтатын едім. Кәсіби маман болған. Кәсіби маман болып қалған едім, бірақ өте алмадық оған. Енді мына қандастарға осы билік органдарына жұмыс істеу, лауазымды орында отыру қиын ба өте? Қаншалықты қиын? Бар ма қазір осы қандастардың 30 жылда өсіп шыққан мықты лауазымға отырған? Енді бар ғой. Моңғолиядан келген 3 адам 3 жылға депутат болды мысалы. Үнзила Шапақ, Нұргүл Тау, Амантай, Жарқынбек, Амантай. Енді оның еңбегін уақыт бағалайтын шығар, өздеріңіз бағалайтын шығарсыздар. Мысалы, отыр ғой солар енді. Жалпы қиындық жоқ онда, е? Онда қиындық жоқ сияқты. Баяғы Совет заманында ана Қытайдан келген жаңағы 58-68 келген кісілерді біраз уақытқа дейін Қытай деп сол 40 жыл Қытай болып кетті ғой. Солардың ұрпақтарын лауазымды қызметке отырғызбай сондай жасаған, соны қайталап жатқан сияқты көрінеді. Сен де қай-қайдаған қозғайды екенсің. Бұқара Тышқанбаев дегенді білесің ғой, кім екенін? Кім болған білесің ғой? Министр болған, мәдениет министрі болған. Қасен Жәмила киносының сценарийін жазған, анау Қытаймен бірлесіп. Келгенде сол талғардан аспай қалған. Естеуін Үсіпбеков деген кісі болған, атақты. Шұғыла журналын құрған 50-ші жылдарда. Сол да талғардан бері аттай алмай қалған. Нұрсапа Аманжолов деген ақын болған, аңызға айналған. Қытайдың біздің Оймонбұлақтың ел жатқа біледі. Оның өзінің қай жерге екенін білмеймін. Сол Балқаштың мектебінен бері аса алмай қалған. Ахмет Жүнісов деген кісі болған, атақты, жазушы. Анау Семейде, Өскемен жақта бір мектептен аса алмай қалған. Неге? Сенімсіз қарайды, КГБ. Өткізбейді. Совет одағы иығынан басып тұр. Соның ішінен жарып шыққан 2 адам болды деп есептеймін мен. Біреу Қабдеш Жұмаділов,
біреуі Несіпбек Айтұлы. Ал енді қазіргі таңда мысалы жаңа президент айтып отыр ғой, жоғары билікке барғанын қалаймыз біздің деп. Соған нөл болып тұрған адам жоқ сияқты. Осылардың бір тәжірибесінен үйренейік, осылардың өзін салайық деп деген бір ниетті адамдар болмай тұрған сияқты меніңше. Орыс тілі маған және менің балаларыма керек емес деп 2022 жылы айтып едіңіз дейді да. Осы ойыңыздан айнадыңыз ба, жоқ сол ойыңызда тұрсыз ба дейді. Мен осында пост жаздым. Менің қызым Раянға орыс тілінің көк тиындік керек жоқ деп жаздым. Кәдімгіше. Мен Қытайдан келдім, бір ауыз орысша білмеймін. Құдайға шүкір, міне осы республикаға танылып, президенттің деңгейіне шейін жеткен адам. Сондықтан бір мемлекеттің тілін әкеліп, бір мемлекетке таңып қою бұл дұрыс емес. Керек болса өзі үйреніп алады. Одан гөрі мен ағылшын, француз тілдерін үйреткім келеді деп пост жазғам. Сондықтан мектептің бағдарламасынан орыс тілін алып тастау керек деп ше. Мен ол ойымда әлі тұрмын, шынымды айтқанда ше. Бұл неге жаздым, Секе? Сұрамайсыз ба? Менің қызымның кішкентай әрең көрген Раянның тілі орысша шығып кетті ғой. 3 балабақшаны ауыстырып жүріп, қызымды әрең өлгенде әрең қазақша шығардық қой тілін. 3 балабақшаны ауыстырып жүріп. Балабақшаға барсаң бәрі оңтүстіктің қыздары. Ой аға, осылай. Мына орыс болып кетті ғой. Үйге келіп, папа, осылай. Сосын мен бір қызыма бір 10 жастан асқанша орыс тілін жолатпайын деп үйреткен. Мен шеше сол жақтың қызы ғой, менің әйелім осы. Гүлбаян жергілікті қыз, ол орыс жоққан. Сосын айттым, мына орысшаң деген жоғалт мына үйден деп. Сөйсем, ол да ыңғайсыз болды. Бала ана аулаға шықса бәрібір орыс тілді балалар. Кәртейген кемпірмен шал отырып, немере шөбересімен орысша сөйлесіп отыр еді. Осындай жағдайда менің қызым балалардан сырт қалып қалмасын деп, сонымен ана 2022 жылы сайлауға кеттім ғой, Жетісуға. Шешесіне айттым, ал енді мынаған орысша деп. Қайтып келсем орысшаға сондай. Аулада жүріп үйреніп алды. Бірақ қазақшасы да өте жақсы. Үйге келгенде айтам, орысша сөйлеп барасыз, мына үйге орыс қаптап кетті ғой, барып жух, аузыңды шай, анан деп қызыма ұрсам. Енді Раянаның жасында қазақша сөйлеп үйрену міндетті шығар. Бірақ Ауыт Мұқибектің жасында орысша біліп алған артық болмайтын шығар деп ойлаймын. Артық болмас еді, бірақ білмеймін, менде бір витамин кем шығар сондай, денемде бір клеткама тілге деген түк үйрене алмай қойдым ғой. Түк үйрене алмай қойдым орысшаны. Қытайшамда нашар менің. Бір қызға әңгіме айтып берейін. 19 жылы Қасым-Жомарт Кемелұлы қабылдау өтін болды ғой, қабылдады ғой. Соны тура Ақордаға кіріп бара жатқанда бір ой сап ете түсті маған. Ана кісі қабылдайды, қазір кірем. Ауыт мырза, сіз Қытайдан кепсіз, Қытайша жақсы білетін шығарсыз деп сұрап қалса, не деп айтам деген бір ой сап ете түсті. Қатты дайындалып бардым. Құжаттар бойынша, көші-қон мәселесі бар, басқа да мәселелер бар. Сон сөйтіп болғанша бергі бал шықты да, мен кіргізіп жіберді. Ассалаумағалейкум, уағалейкумассалам. Ана жерге барып фотоға түсіп келіп отыр, қасында Ерлан Қарын отыр. Бірінші сұрақ сол болды ғой, сіз Ауыт мырза Қытайдан кепсіз? Аға, мен Қытайдан келдім. Қытайша жақсы білетін шығарсыз деді ғой. Енді білем десем, ол кісі бір Қытайша сөйлеп қалса, онысын білмей қалсам мен масқара боламын ғой. Білмеймін десем, Қытайдан келіп тұр, ол да ыңғайсыз. Бірақ Құдай аузыма салды. Сосын айттым, құрметті Қасым-Жомарт аға, мен ауылда өстім. Ауылда оқыдым, ауылдан. Алматыға ауылдан келдім. Бірақ біздің кезімізде Қытайша ол жақта маңызды болған жоқ. Біздің ауылдың қытайлардың өзі қазақша сөйлейтін. Сондықтан менің қытайшам сіздікіне жетпейді дедім. Сөйтіп жауап бердім. Нұр Отан партиясында 6 жыл қызметте болдыңыз дейді да. Әттеген ай деген кездер болды ма? Бір әттеген айым бар. Нұр Отан партиясына өтініш жасап кіруге себеп болғаны, министрлердің бәрі кеп кезекке тұрып, халықпен кездесу өткізген. Барсаң кіре алмайсың ғой. Сосын мен партияға өттім бірінші. Бәрі қуанды. Оппозиция болып жүрген Ырысбек Сәрсенбай аға менен Ермат Бапидің өзі ауыт кір деді. Жұмыс істеген жерге кіріп қандастарына көмектесті. Оппозиция ғой, Нұр Отан десе ол кезде олардың төбе шаш тік тұратын кезі ғой. Сөйтіп Мұхтар Құл-Мұхаммед қабылдады Ақордада, сосын партияға келген өтініш жасап 6 жыл отырдым. Сіздер партияны бар ғой, Секе. Партияны былай ойлауға болмайды. Партия деген бұл институт бұл әлемде бар нәрсе ғой енді, мысалы. Бірақ соны істету ол енді адамға байланысты екен, мен соны білдім. Құдай ондағанда менің тәлейіме сол кездегі басшымыз, мен жұмыс істеген бөлімнің Жұмажан Жүкенов деген аға кездесті ғой, осы жерде. Үлкен этаптардан өткен кісі. Ол кісі де білді, сол Құл-Мұхаммедтің мені жібергенін. Бір кедергі жасаған жоқ. Мен сол жерде былайша айтқанда тырнақша ішінде концерт қойдым десем болады. Олар шықпайды, келседе отырады. Тек қана министрлер келгенде көмекшісімен Жұмажан Қамкенұлы алып кіріп қабылдатып шығарып салады. Мен сол министрлерге өзім кіріп өтініш айтып қанша мәселені шештім мысалы. Түсіндіңіз ба?
Ал сонда өте заңдарға көп өзгерістер енгізуге ықпал еттік. Мысалы мынау Моңғолия мен Қытайдан келетіндердің пенсиясы қанша еді? 12 мың теңге болатын. Соны министрге түсіндіріп, соны президенттің деңгейінде шештік қой 17 жыл мысалы. Сондай көп істер істедік. Саусақпен санап тұрып айтыңызшы соны бүйтіп. Ой, көп оны қай бірін айтайын? Біраз нәрсе. Есте қалатыны сол зейнетақының өзгеруін жаңа заңдасуына көмектесу. Мына сотталмады, тоқтаңыз. Сотталмады деген анықтама алып тастау. Содан кейін әкімшілік құқық бұзса, супервизияны да сіз ол шапқылап жүріп кейін кейініне қалдыңыз. Мысалы, әкімшілік құқық бұзса, ауданаралық соттың шешімімен шығарып жіберетін департамент 5 жыл кіре алмайтын. Вот сол мәселені шешті мен. Қазақты депорттауға болмайды. Депорттауға болмайды. Штрафыңыз сал дедім. Бұлардың ақшасы көп қой, өзіңіз айтып отырғандай. Штрафыңыз сал, мына департаментте отбасы бөлініп қалады екен, балаларға алып қалады екен деп. Ол мәселе шешілді мысалы. Соны 183 күннен артық тұрса, ықтияр хаттың жойылып кететін шетелге барып. Оны да алып тастады мысалы. Жойылмайды. Қанша тұрсам тұра бер деп. Мен енді өкінішімді айтайын. Сон Қасым-Жомарт Кемелұлы келгеннен кейін ана заңға кіргізді ғой, партияда болмайды деп кетіп қалды ол кісі партиядан. Әйтпесе партияның төрағалығын Назарбаев Тоқаевқа берді ғой. Бірақ көп отырған жоқ. Тоқаев бірде-бір партияның мүшесі басшысы болмайды деп кетіп қалған деген сол кісіге ілесіп мен де кетіп қалыппын. Соны қайтып мен орнына бір сүмелек барып отырды. Оның көші-қонның мен, оралманың мен, оның жұмысы жоқ, отырып сөйтеді. Мен соған өкініп жүрмін. Қайттан Қошановқа өтініш жасасам, ол кісі өкпелепті. Алтынбек мені сынады, анау мынау деп. Сосын мен пост жаздым. Кең болу керек. Егер Тоқаев сияқты кең болу керек адам. Кек сақтамау керек. Ренжімеу керек. Егер президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев кекшіл адам болса, елдің сынағанын көңілін алатын болса, онда Ермат Бапи анау ненің маңайына жоламас еді парламенттің. Ақынның аты кім еді ана? Айтыскер. Айтыскер ақын бар ғой жағы. Зайытып. Ринат Зайытовыңды Астанаға жолатпас еді, егер кекшіл болатын болса. Нелерді айтқан жоқ олар, мысалы. Да жолатпас еді. Сондықтан құрметті кім еді жаңағы Ерлан Жақанұлы кең болу керек. Я мен сынадым. Заңның тұрқы мынау. Жұмыс тобына кіргіз деп өтініш жасайды, қарамайсың. Сондықтан сынауға тура келді. Сынадық. Я аға, құрметтейміз, мемлекеттің үлкен тұлғасы деп құрметтеймін мен өзім. Азамат ретінде ше. Бірақ енді көші-қон деген ол үлкен саясат тұрса, президенттің өзі осылай нұсқау беріп жатса, мынау Алтынбек келші бауырым, не болып жатыр деп. Бұрынғы депутаттар шақырып алады мысалы. Мұрат Бақтиярұлы мені өзі тауып алып шақырып алды. Не болды? Мен айтшы, маған бір түсіндірші деп мысалы. Мен оны қойып Ақордаға кез келген уақытта кіріп кететінмін жаңағы Махмұд Қасымбековке. Звондап осылай болып жатыр десек. Қазір қарасаң жабық, ешкіммен сөйлеспейді олар. Соған ренжіп, соны сынауға тура келеді. Телефонда, WhatsAppта президентпен бірге түскен суретіңіз тұрады, соның өзінен адамдар сізді нағылатын шығар енді. Ойбай, Тоқаев президентпен бірге кездескен адам екен деп. 2 мәрте кездестіңіз, Енді жалпы әлеуметтік желіде өткір пікірлер айтасыз да? Өткір пікірлер айтасыз. Қорықпайсыз ба, сіздің кришаңыз кім өзі? Менің кришасы мықты адам сияқты сөйлейсіз. Менің кришам Ерлан Қарин. Мен былай да енді азды көпті ма мен мынандай бет албаты сөйлегенге жоқпын шын айтқанда. Бір фактіге сүйену керек. Заңға сүйену керек. Президенттің сөздеріне сүйене мысалшы. Енді президент тапсырма бергеннен кейін орындау керек қой. Орындалмай қалады. Осыларды айтып мен жаңағы фактімен сөйлеймін. Заңмен, мысалы конституцияға менің берген ұсыныстарымды ешкім берген жоқ. 2 реткі конституцияда. Жаңағы нормалардың бәрі біздің ата заңда тұру керек еді. Соны өтініш жасадым, қабылдамады мысалшы. Мысалы процедура деген бар. Жаңа конституция қабылдау үшін сөзсіз мына жаңа өзіңіз айтқан декларациямен мына мемлекет тәуелсіздік туралы заң ескерілу керек. Соның нормалардың бәрі одан көрініс табу керек еді. 93 жылы конституцияда бар болатын. 95 жылы сыпырып тастады. Сол конституциямыз 30 жылда қоқсыққа кетті. Алып тастады қой, жаңа конституция. Мен айтамын, мына жаңа конституцияны қабылдаған кезде сол процедураны сақтаңыздар деп қаншама хат жаздым. 3 ай, 4 ай, тек-ток өзіңіз көріп жатқан шығарсыз. Бірақ солардың бәрі қабылдаған жоқ. Сондықтан мен айттым міне күндіз. Мен енді Ерлан Қаринді осыдан кейін сынамаймын, сау болсын айналайын. Егер лауазымды қызметке тұрып жатсаңыз, тағдыр шешті жерде отырсаңыз, ұсыныстар жасауы мүмкін, сынамаймын деп. Сынамаймын. Осы президент айтып қояйын. Ал енді мен бұл конституцияны сынамаймын. Бұл конституция ғұмырлы болса екен деп тілеймін. Тарихқа Тоқаев конституциясы деген атпен қалса екен деп тілеймін. Бірақ уақыт көрсетеді бәрін. Ауыт мырза, біраз әңгіменің қаузадық.
көкейдегі сұрақтардың бәріне сізге қойдым, керекті жауабымды алдым. Менің оқырмандарым да сол сұрақтарды күтіп отырған шығар. Ең бастысы менің түсінгенім, ең маған жауабыңыздың ішінде ұнағаны сол қандастардың қорықпай келе бер деп айтқаныңыз болды да. Қазір қорқып отыр. Сондықтан менің аудиториямның ойында мың түрлі сұрақ отыр. Ойбай қайтем, тәуекелім қалай болады деп. Сондықтан қорқатын ештеңе жоқ екен. Соған менің де жүрегім заң бар. Ең бастысы заң бар. Әлгі имам Құранға қарап шариғат айтады, сіз сияқты заңгер адам конституциямен көші-қон туралы заңға қарап айтады. Мен үнемі айтатын сөзім бар. Әлгі Бауыржан Момышұлы тәртіпке бағынған ел құл болмайды дейді. Заң аясында сөйлеп, заң аясында кеңес беріп, заң аясында жүрсек, онда біз осы мәдениет бізде қалыптасатын болса, барлық жерде өсім болар еді деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі сұхбат өте тамаша болды. Тағы да сізбен кереметтей сұхбат айтуға болатын еді, бірақ мына YouTube каналдың форматы өзі 1 сағат шамасына қойған. Адамдар жаңағы телефон шұқылап жатып ұйықтап қалмасын, Ауыт ағамды жаңағы дәмін кетіріп алмай, әдемі жерден осы сұхбатты аяқтасақ. Алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Қазақтың сіз сияқты азаматтар аман болсын. Елдің туын көтеріп, Қазақстанның тәуелсіздігі, мемлекеттік үшін қызмет етіп жатқан үлкен еңбегіңіз жансын. Сіз ойлаймын бір тарихта қалатын азаматсыз. Кітаптарыңызбен емес, мына еңбектеріңізбен. Мынау әлеуметтік желіде де өте жаңағы активнисіз. Мен сізді қолдап, бұдан кейін енді таныстық, көрістік. Мен де сіздің құлақ миыңызды шұғып, қандастар сияқты 12-де звондамасам да 10-ға дейін звондап сұрайтын сұрақтарым болатын шығар. Ол сізден қандай да бір жауап алып жатсам, мен қандастарға әлеуметтік желіде айтып отыратын болам. Бұл каналдың мақсаты пайдалы болу, барынша қандастарға дұрыс пайдалы ақпарат беру. Сіз заңға сүйеніп айтасыз, біреулер заңға сүйенбей неше түрлі ақпарат айтады, адастырады. Сондықтан біз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі бәрінен қымбат. Осы мүддеге бір жұмылып, бір жағадан жең, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып еңбек етсек, ақырын түзелетін шығар, көш жүре түзеледі. Барлығы жақсы болады деп сенейік. Елдің іргесі бүтін болсын. Алтындай уақытыңызды қиып келгеніңізге тағы да үлкен рахмет. Сізге де. Құрметті көрермен, аман болыңыздар.